Көшпелілер мәдениеті өркениеттің бастауы. Бірінші тапсырма. Көшпелілер деген кімдер? Олар біздің ата-бабаларымыз. Ұлы дала көшпелілері өздерінің мыңдаған жылдар бойы сақтаған салт дәстүрлерін, киім кию мәдениетін, ғажайып өркениетін мұраға қалдырды. Кейінгі ұрпағы қазақ халқының көшпелі өмір салтының ыңғайлы құндылықтарын өз бойына сақтап қалды. Қазақ тұрмысы мен мәдениетінде ежелгі Қазақстан аумағын мекендеген сақтар, ғұндар, түркілер мәдениеті көрініс тапты. Біздің бабаларымыз сақтар ежелгі заманда өздерінің салт дәстүрлері мен жауынгерлік өнердің жақсы меңгергендігімен танымал болған. Сақтар төзімді жауынгерлер. Олар бірнеше тәулік бойы аттың жалына бастарын салып ұйықтай алған. Сақтардың киіну мәдениеті археологиялық қазбалар және ежелгі жылнамалар арқылы белгілі болды. Археологиялық қазба жұмыстардың нәтижесінде ашылған пазырық, шелекті, бес шатыр қорғандарынан табылған металдан, ағаштан, матадан жасалған көркемөнер туындылары ғылым саласын байытты. Әлемге әйгілі болған Алтын адам қорғаны 1969-1970 жылдары табылған есіктегі жас көсемнің зираты сақтардан қалған ескерткіш. Біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасырлар. Жетісу жерінде олардың мемлекеті құрылған. Осы қорғаннан аң стиліндегі алтын, қоладан жасалған құнды нәрселер табылған. Кейінірек табылған алтын заттардың көшірмелері мен теңдесі жоқ әсем киімдер, бас киімдер және аяқ киімдер үлгісі қалпына келтірілді.